Сәлем достар, мен бүгін алмұрт вареньесін жасаймын. Ол үшін алмұртты жуып тазалап аламын. Енді оны тегешке турап-турап саламын. Бұл алмұрттың тек жан-жағын ғана турап саламын да, ортасын салмаймын. Осылайша алмұртымды турап болдым. Менде бұл жерде 4 килограмдай алмұрт. Енді осының үстіне 3 килограм қант қосамын. Міне қантымызды салып болдық. Енді осыған 2 кесе су құямын. Енді жақсылап араластырамын. Алмұрт пен қантты араласуы қажет. Бұл жерде соғы аз болғандықтан тағы да 1 кесе су құямын. Бұл жерде жартысын құйдым. Сосын бір араластырып алдым тағы да. Енді қалған суды құйып жіберемін. Тағы бір араластырамын да отқа қоямын. Міне біздің алмұрттымыз, вареньеміз қайнай бастады. Қайнаған уақытта бетіндегі шыққан көбігін алып отырамын. Және қасында араластырып тұру қажет. Бұл жерде мен 1 сағаттай вареньені қайнаттым. Және араластырып тұрып бетіндегі көбіктерін алып тастап отырдым. Міне біздің вареньеміз дайын болды. Менде 1 сағаттай уақыт кетті. Осындай болып шықты. Түсі де, дәмі де өте тамаша, керемет. Жасап көрсеңіздер болады.